Сәлем, құрметті тыңдармандар. Сіздермен бірге тікелей эфирде өтетін ай сайынғы журналдық болматты хабарландыру айтары. Бүгін біз сіздерге арнайы кітапханаға келіп түскен мемлекеттік тілдегі журналдарға шолу жасаймыз. Республикалық дәстүр журналының осы жаңа санында халқымыздың ежелгі әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, наным-сенімдері төңірегінде сыр шерткен ойлы ғылыми мақалалар, құнды пікірлер жарыққа шығып отыр. Дәстүр журналы 2 айда бір рет қазақ және орыс тілдерінде шығатын ұлттық этнографиялық басылым. Дәстүр журналының номер 1 қаңтар-ақпан айындағы шығарылымы. Бүгінгі санда ұлттық құндылықтар кеше және бүгін немесе ұлттық құндылықтар жазушылар қаламымен 2 бетте. Қожа Ахмет Яссауидің қазақтың салт-дәстүрлері мен мәдениетін қалыптастырудағы орны 4 бетте. Менің байлығым, өнерім 25 бетте. Кәрі жілікті босағаға не келеді 55 бетте. Қазақ дүниетанымдағы наным-сенімдері 99 беттен оқи аласыздар. Денсаулық ай сайынғы шығатын республикалық түрлі түсті ғылыми көпшілік журналы. Номер 2. Бұл санда электронды темекі вейпинг туралы білетініміз не 2 бетте. Жүрек сырқаттары және дене жүктемесі 10 бет. Көзге арналған дәрумендер 12 бет. Зімбір тамырының денсаулыққа пайдасы 19 бет. Теңгерімді тамақтанудың 10 ережесі 24-26 беттерден оқи аласыздар. Мәдениет ай сайынғы шығатын республикалық мәдени сараптамалық журналы 2006 жылдан бастап шығады. Номер 2 ақпан 2004 жылғы шығарылымы. Құдайға да адамға да тіл тигізбе 4 бет. Тар жол тайғақ кешу 6 бет. Өлмейтін өрелі ойдың көмбесі 8 бет. Өнер құдіреті мәңгілік 15 бет. Әл-Фараби іліміндегі тәрбие мәселесі 25 бет. Қазақтың көшпенді мәдениетіне арналған баспана түрлері 54 беттен оқи аласыздар. Құрметті оқырмандар, осымен біздің тікелей эфиріміз аяқталды. Біздің арнайы кітапханамызға келіп, газет, журналдар оқуға кеңес береміз. Келесі кездескенше.